Қазақ тілі мен әдебиеті Жаяу Мұса атындағы жоғары көпсалалы Ақсу колледжі. Оқытушы Галимова Сауле Женисовна. Сабақтың тақырыбы: Жер планетасындағы қауіпті қалдықтар. Думан Рамазан, соңғы дем әңгімесі. Қайнар Олжай, жер мен аспан арасындағы дастан бөлімі. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: мәтін мазмұнындағы деректі ақпаратты толық анықтап, негізгі ойға өз көзқарасын білдіру және оны бағалау. Сабақ мақсаты: тақырыпты түсініп оқи білуге баулу. Қоршаған ортаны қорғау әр адамның міндеті екенін ұғындыру. Тілін, сөздік қорларын дамыту арқылы сабаққа деген қызығушылығын арттыру. Бағалау критерийі: мәтіндегі деректі ақпараттарды анықтап, өз пікірін білдіреді. Тапсырмаларда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын түсінеді және тілдесу барысында өз ойын ұштастыра алады. Сөздік қоры мен жаңа сөздерге сүйеніп, сұхбаттасады, өз ойын жеткізе алады. Дескриптор: білім алушы мәтіннен 5 деректі ақпаратты анықтайды. Мәтіннің негізгі ойына өз көзқарасын білдіреді. Ойлау дағдыларының деңгейі: жоғары деңгей дағдылары. Сөйлеу әрекетінің түрлері: оқылым, жазылым. Құндылықтарды игеру: өзіне және өзгелерге құрмет. Мұғалім мен оқушылардың бір-бірімен амандасуында, сыпайы, ойын ашық білдіріп, тыңдауда, сабақты уақытында бастап, аяқтауда, тапсырмаларды нұсқалық бойынша орындауда, бір-біріне қолдау көрсетуіне көрініс табады. Енді, балалар, біз сіздермен психологиялық ахуал тудыру мақсатында сабақтың басында осындай ойын өткіземіз. Мен қандаймын? Шарты: әр оқушы атына сай сын есімді қосып айтады. Мысалы, Балнұр, Балдай, Нұрлы. Осыны жалғастырасыздар. Өз есімдеріңізге сай. Келесі: қызығушылықты ояту үшін миға шабуыл. Суреттер галереясы. Осы суреттерге қарайсыздар. Содан кейін суреттермен танысып болғаннан кейін сұрақтарға жауап бересіздер. Мына суреттерде не көрініс тапқан? Суреттердің айырмашылығы бар ма? Неліктен табиғат ластанады? Қоршаған ортаны қалай қорғау керек? Балалар, сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай болады деп ойлайсыздар? Осы сурет бойынша сабақ тақырыбын анықтайсыздар. Тапсырма: мәтінді оқисыздар. Берілген мәтінді оқисыздар. Қалдықтар: қоршаған ортаны ластайтын көздердің бірі. Жыл сайын әлемдегі өндірістерден шамамен 1 миллиард, тұрмыстан 14 миллион тонна қалдық шығарылады. Бұл көлемі мен зияндылығы жөнінен өте күрделі. Ал әрбір отбасынан бір адам тәулігіне 1,5 килограмм қоқыс шығарады. Олар желмен, сумен, ауаға, топыраққа тарап, қоршаған ортаға зиян келдіреді. Тіпті тұрмыстық қалдықтардың көл мен өзендерге шығарылатыны белгілі. Мәселен, пластикалық заттар мен пластмасса бұйымдарын өртеген жағдайда ауаға зиянды көміртек оксидтері бөлінеді. Мұндай заттардың жойылуы да ұзақ. Зиянды қалдықтардың шектен тыс мөлшері бүкіл адамзатқа, қоршаған ортаға зиянын тигізеді. Жер бетіндегі зиянды заттардың жинақталған массасы топырақ жамылғысына, өсімдіктерге, жер үсті және жер асты суларына жағымсыз әсер тигізеді. Қоқыстар жанған кезде атмосфераға өте көп ұлы заттар бөлініс тыныс жүйесі
аурулары мен репродуктивті және иммундық жүйелердің ауытқыларына әкеліп соғуы мүмкін. Аса қауіп төндіретін органикалық заттар диоксиндер. Олардың әсері цианисті калийден, стрихниннен және курарерден күшті абсолютті У болып есептеледі. Тағы бір үлкен қауіп тудыратын қатерлі зат фильтрат. Ол қоқыс алаңдары аумағынан жер асты суларына түседі. Қалдықтардан дизентерия, холера, туберкулез және тағы басқа ауруларды тудыратын бактериялар ұзақ уақыт бойы сақталады. Фильтраттардың жер асты суларына өтуі осы микроорганизмдердің кең таралуына әкеліп соғуы мүмкін. Сол себепті тұрмыстық қалдықтардың тиісті орындарға жеткізіліп, ашықтан ашық шашылып жатпауына өз үлесімізді қосайық. Адамзатқа қажетті табиғи тарихи қалыптасқан тіршілік ортасын таза сақтайық. Осы мәтінді тағы бір рет өздеріңіз оқып шығасыздар. Содан кейін келесі тапсырмаларды орындайсыздар. 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ қалдықтар туралы мәліметті айтады. Екінші топ қалдықтардың адамзатқа зиянын сипаттайды. Үшінші тұрмыстық қалдықтарды болдырмаудың амалдары туралы айтады. Тапсырманы орындайсыздар. Мәтінді оқып, деректі ақпараттарды анықтап жазасыздар. Кері байланыс, бас бармақ әдісі. Мәтін мазмұнын түсініп, деректі ақпараттарды анықтадым. Осындай белгі қоясыздар. Мәтін мазмұнын түсінуде, деректі ақпаратты анықтауда қиналдым. Үшінші, мәтін мазмұнын түсінбедім, деректі ақпараттарды анықтай алмадым.